Сәлем достар. Егер телефоныңыздың памяты толып, өшіруге ешқандай файл таппасаңыз, бұл кеңес сіздер үшін. Алдымен Google-ға кіреміз. Google деген кезде ешқандай браузер сайт емес, өзіміздің папкамыз бар Google деген. Соның ішіне кірген кезде фото бар бізде. Яғни бұл Google фото приложениесі. Системаны еш жерден тартпайсыздар, жүктемейсіздер. Оң жақ жоғарыда бізде аккаунтшаның белгішесі бар. Соны бассақ, төмен жағында настройки приложения фото деген бар. Соның ішіне кіреміз. Ең жоғарыда бірінші орналасқан автозагрузка и синхронизация. Соның ішіне кірген кезде бірінші бізде автозагрузка, бұл сіздерде өшіп тұрады дәл осылай. Осыны біз қосамыз. Сіздер қосып қоясыздар міндетті түрде. Төмен жақта настройкалары бар. Соны қаласаңыздар кіріп танысып шығыңыздар. Ең бастысы автозагрузка бізге қосылды. Артқа қарай шығып кетеміз. Бұл Google фото, сіздер байқаңыздар, 2017-тен бері мен өз галереямдағы бүкіл фотоларды, файлдарды, видео бар, оның ішінде суреттер бар. Google фотода сақтап келемін. Қаншама телефон ауыссам да. Бұл Google фото тек Samsung Galaxy сайтын адамдарға маңызды емес қандай түрі Samsung Galaxy. Себебі сіз галереяңыздағы суретті, файлды өшіретін болсаңыз, Samsung Galaxy, егер де телефоныңыз Samsung Galaxy, галереядағы сіз кез келген бір файлды өшіретін болсаңыз, фотода сақталып тұрады. Ал сіздің телефоныңыз Samsung емес, Apple, Poco, Oppo деген сияқты бір басқа смартфон болатын болса, галереяңыздағы өшірген файл Google фотоның ішінен де өшеді. Екеуі бірдей жүреді. Сол себепті Google Play-ға кіріп, мой диск деген бар, ішінде Google диск тұр. Осы Google дискті установка жасап жүктеп алыңыздар. Соның ішіне кіріп, мұнда да настройканың белгішесін басып, настройкаға кіреміз. Төмен жақта передавать файл только Wi-Fi деген тұр. Егер Wi-Fi-ды пайдалансаңыздар, қосып қоясыздар. Резервный копия из спор деген бар. Соның ішіне кірсек, мұны автозагрузкамен қосып қойғанбыз. Сіздерде бұл өшіп тұрса қосып қойыңыздар. Сіздер міндетті түрде төмен жақта орналасып, кішкене бір настройкадан көз жүгіртіп кетіңіздер. Фото, видео, автозагрузка қосылды. Данный Google аккаунт синхронизация міндетті түрде істеп кетесіздер. Выполнение резервная копия. Бұл енді маңызды емес. Дәл осы кеңесті пайдаланып, галереяңыздағы бүкіл заттарды Google фотода жинаңыздар, және галереяңызды таза ұстасаңыздар, қаншама гигабайт памяттерден сіз эконом жасайсыздар. Сіздермен бірге болған Нұрсұлтан, үздік мобильдік кеңестер YouTube каналы.